Мен Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Біржанқызы Томирис. Жетекшім Сыралиева Мейрамгүл Болатқызы. Зерттеу жұмысының тақырыбы «Елбасы жолы. Жұлдыздар тоғысқанда» фильміндегі елбасы бейнесі. Мен үшін елбасының орны бөлек. Жас ұрпақ үшін елбасының жасаған жақсылығы, қамқорлығы өте көп. Заманауи мектепте тегін білім алуымыз үшін көптеген жағдайлар жасалған. Тәуелсіз Қазақстан мен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімінің қатар аталуы заңды құбылыс. Яғни, егемендіктің желі жаңадан ескен, азаттығын енді алған елдің тізгінін ұстаудан ауыр жүк жоқ шығар. Нағыз көшбасшылар елге аса маңызды оқиғалар туындаған кезде, дағдарыс кезінде пайда болатын адамзат тарихы әуелден-ақ дәлелдеген. Осыған байланысты тарихтың таңдауы мен халықтың қалауы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа түсті. Тақырыптың өзектілігі көптеген қайраткерлер, сонымен қатар ірі тұлғаларды насихаттау, тереңірек тану бойынша әлемдік деңгейде көптеген үрдістер жүрді. Осы үрдіс аясында көптеген тұлғалар мен қайраткерлер арқау болған кітаптар, зерттеу жұмыстары, фильмдер пайда бола бастады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының өмір жолын, қайраткерлік келбетін, айрықша еңбек жолын суреттеу аясында елбасы туралы отандық авторлар және шетелдік авторлар фильмдер, зерттеу еңбектерін және кітаптарды шығара бастады. Зерттеу жұмысының мақсаты елбасы туралы және оның еңбек жолын, өмір жолын суреттей білген. Елбасы жолы жұлдыздар тоғысқанда фильмдегі елбасы бейнесін ашу. Осы зерттеу жұмысымыздың міндеттері елбасының өмір және еңбек жолына талдау жасау. Осыған байланысты еңбек жолына шолу жасау, дереккөздермен жұмыс жасау. Елбасы туралы фильмді көре отырып, елбасы бейнесіне талдау жасау. Зерттеу әдістері дереккөздермен жұмыс, дереккөздерді саралау, қорытындылау әдістері қолданылды. Сонымен қатар, елбасы туралы еңбектерді және елбасының өзінің жазған ой еңбектеріне шолу жасау және де қорытындылау, ой сараптау, пайымдау әдістері де қолданылды. Зерттеудің құрылымы зерттеу кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұлдыздар тоғысқанда биографиялық драмасы елбасы жолы кинодәуірнамасының жалғасы болып табылады. Және бұл фильмде кеңес үкіметінің құлауы, жаңа мемлекеттердің тәуелсіздік алуы, Қазақстан Республикасы және елбасы туралы баяндайды. Елбасы 1986 жылдың желтоқсанында болған оқиғаның себептері мен салдарын өзінің сөздерінде және естеліктерінде жиі айтып тұрады. Қолына домбыра алып ән салғанда да елбасының көз алдына желтоқсан оқиғасы түседі. Елбасы көп партиялықтың дамуымен, нарықтың дамуымен, жеке тұлғаның қасиеттерін құрметтеумен туралы және осыған байланысты реформалар жолын таңдады. Елбасы қарапайым жұмысшыдан елбасы атанған тұлға.